Мен қашан демаламын? Осы сұрақ көп адамды мазалайды, қинайды реально айтқанда. Мен қашан демаламын деп. 40 жасқа жеткенде ма, 50-ге жеткенде ма? Жоқ, достар. Аптасына бір күн сіз демалу керексіз. Аптасына бір күн сіз өзіңізге арнау керексіз. Себебі біз күнделікті өмірдің базарында жүріп, өзімізге уақыт бөлуді ұмытып кетеміз. Ойлаңызшы, қазір соңғы рет өзіңіз үшін қашан арнадыңыз уақытты? Қашан арнадыңыз? Мен жақында осыны түсіндім да, ол бізде Құранда да жазылған, дінде де айтылған, аптасына бір күн өзіңе бөл. Өйткені сенің де жаның, тәнің бар, соны рахаттандыру керексің. Мысалы, мен 5 күн жұмысқа арнаймын, бір күн суббота күні өзіме арнаймын қазір. Жексенбі ол менің отбасыма арнаймын. Сенбі күні біз не істейміз? Телефонды өшіреміз. Таңертең қанша уақытқа ұйқың келеді? Ұйықтаған келеді, ұйықта, демал. Қайда барғың келеді? Салонға барғың келеді. Салон красоты деген қазір мужскойда көп. Бетті әрлеуге болады, бетті түзелуге болады. Өйткені көп өмір сүргің келеді, әдем болғың келеді. Жақсы киім ки, жақсы жерге барып тамақтан, массажыңды ал, спаға бар, бассейнге бар, қайда барғың келеді? Бір күн суббота сенікі. Енді менің случайымда әрине. Но сіз өзіңізге бір күн қойып алыңыз.